Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен арнайы халваны жақсы көретіндер үшін халва қосылған, яғни халвичный пирог пісіремін. Пирогтың дәмі ерекше болып шығады, жаңа пирогтардың бірі. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз, сонда сіз менің әр видеомды жіберіп алмай бірінші көретін боласыз. Керек заттарды осылай дайындап аламыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға салқын сары майымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сары майларыңыз салқын болсын. Міне дәл видеодағындай етіп үккіштен өткізіп аламыз. Екеуін біріктіреміз. Шашыраңқы қамыр жинаймыз. Осының үстіне тұзымызды саламыз. Және қопсытқышымызды саламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысын, ірімшігімізді және қантымызды барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Басында жайынан бастаңыздар, шашырап кетпесін жан-жаққа. Келесі осының үстіне арнайы ұсақталған орехымызды қосамыз, яғни грек жаңғағын. Араластырып алдық. Соны әкеліп жаңағы құрғақ қамырымыздың үстіне қосып, екеуін біріктіріп, қамыр жинайтын боламыз. Қамырымыз өте нәзік, сондай песочный болып шығады. Міне, қамырымыз дайын қамырды пакетке салып, салафановый холодильникқа 30 минутқа қойып қоямыз. Келесі заварной кремімізді дайындаймыз. Сүтімізді, жұмыртқаның сарысын, қантымызды, крахмалымызды бәрін бірге қосып жібереміз де, осылай араластырамыз венчиктің көмегімен. Үзбей араластырып тұрыңыздар. Асты өйткені жабысып қалады. Отқа қойып қоямыз. Отты басында қатты максималдына қоямыз да, одан кейін азайтып қоясыздар. Міне үзбей араластырып тұрасыздар. Біздің заварной креміміз дайын болуға жақын. Енді астын сөндіріп, оттың келесі бөлек ыдысқа құйып аламыз. Дайын болған заварной кремімізді. Сонда тез суиды. Және бетін осылай салафановый пакетпен кремге тегізіп тұрып жауып қоясыздар. Осылай тиіп тұру керек пакет. Заварной кремімізді суға қойып қойдық. Келесі ірімшігімізбен, яғни творогымызбен халвамызды осылай блендермен ұсақтап аламыз. Осының үстіне әбден суыған, суу керек, әбден суыған заварной кремімізді саламыз. Мен осындай краситель қостым, яғни бояғыш. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Қосып бояғышты блендермен тағы да сұйық масса болғанша дейін айналдырасыздар. Міне көрдіңіздер ме, осындай прям сұйық болу керек біздің құймамыз. Міне біздің құятын начинкамыз, яғни салмамыз дайын болды. Келесі мен формамызға алдын ала қамырымызды осылай жайып алдым. Мендегі форманың диаметрі 26, сіздерде 24 болса да болады. Келесі енді осы дайын қамырдың үстіне жаңағы құймамызды дайын құямыз. Құямызда бір тегіс етіп тегістейміз. Менде алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 30 минут пісіп шықты. Сіздердің пештеріңіздің режимі басқаша болуы мүмкін. Оны өздеріңіз қойып аласыздар. Міне біздің халва қосылған, өте ерекше пирогымыз дайын болып шықты. Пирог жаңа пирог болғандықтан дәмі де ерекше. Сізде осы менің рецептім бойынша жасап көріп, отбасыңызды ерекше пирогпен қуантыңыз. Ас болсын!